Армысыздар, эфирде Жаңа Қазақстан. Студия қонағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты, саяси зерттеулер бөлімінің меңгерушісі Ермек Тоқтаров. Ермек мырза, қош келдіңіз студиямызға. Енді елімізде саяси реформалар басталып жатыр, бәріміз жақсы білеміз. Енді олардың әрқайсысына тоқталмас бұрын мына бір мәселені тағы бір нақтылап алсақ. Сол реформалар референдумға шығарылады 5 маусым күні. Осы референдум деген жалпы қалай өтеді, оның мағынасы не, мына көрерменге түсіндіре кетсеңіз. Негізі референдум бұл демократиялық елдерде өте қолданылатын, өте жиі қолданылатын бір іс-әрекет. Бізде соңғы рет 95 жылы өткізілген референдум. Сол референдум қазіргі ата заң қабылданды. Сонымен қатар референдум негізі бұл саяси жағынан бұл өте тарихи маңызы бар. Сонымен қатар өте үлкен бір символдық маңызы бар іс-әрекет. Өйткені референдум кезінде азаматтар ең жоғары заң шығарушы ретінде өзінің бір рөлін атқарады. Сондықтан референдум, қазір 5 маусымдағы референдум өте маңызды. Бұл бірінші бұл саяси жағынан, тарихи жағынан, сонымен қатар азаматтардың, олардың саяси мәдениетінің жаңа бір кезеңі басталады деген сол жақтарынан өте маңызды. Сонымен қатар референдум бұл сайлауға өте ұқсас. Біз әр қайсымыз осы тұратын аймақта, маңайда бір көбінесе мектептерге барып дауыс береміз. Сол да соған ұқсайды. Бірақ қазіргі таңда сұрағымыз бұл ең бір негізгі сұрақ. Бұл осы ұсынылған конституциялық реформаларды, бұл конституциялық өзгерістерді оларға енгізуге қабылдайсыз ба, бұл шешімді қабылдайсыз ба, қабылдамайсыз ба? Сондықтан бір бюллетенде бір ғана сұрақ болады, оған екі жауап, иә мен жоқ. Сондықтан келісетін болсаңыз, онда келісем деп, иә деп дауыс береміз. Келіспейтін болса, онда жоқ деп дауыс беруге болады. Сондықтан 5 маусымда қасымыздағы дауыс беру учаскесіне барып, дауыс беруіміз дұрыс болады. Түсінікті, е. Енді мынау суперпрезиденттік басқарудан президенттік басқару жүйесіне көшеміз деп жатырмыз. 33 бапқа 56 өзгеріс енгізіледі. Енді біз жақсы білеміз, президент Қасым-Жомарт Тоқаев Аманат партиясынан шықты. Енді халықтың көкейінде бір сұрақ бар. Мысалы, қазіргі президент келесі сайлауға тағы да президенттікке түсетін болса, Аманат партиясына қайттан кіре ме деген сөз. Немесе басқа бір кез келген партия болсын. Өйткені президент бір партияның атынан сайлауға түседі дегенді бір естілік. Осы жағын түсіндіре кетіңізші, қалай болады? Негізі бұл норма әлі енгізбеген. Сондықтан бірақ президент өз еркімен, өз тарапымен партиядан шықты. Бірақ сонымен қатар бізде бір сайлау жөнінде, сайлау туралы бір нақты заңымыз бар. Сол заңға сәйкес президент лауазымына кандидатураны бұл республикалық қоғамдық бірлестіктер ұсына алады. Сондықтан оларға қазір республикалық бұның маңызы әр аймақта еліміздің жарты облыстарында өкілдері болу керек. Сол ғана қоғамдық қойылатын талабы. Иә, бұл осы ұйымдарға қойылатын талап. Сол ұйымдар, республикалық қоғамдық бірлестіктер, олар кандидаты ұсына алады. Соларға саяси партиялар жатады, сонымен қатар бір кәсіподақтар, тағы басқа да бірлестіктер жатады. Қозғалыстар кіре ме бұған? Қозғалыстар, олар негізі заңды түрде тіркелу керек. Оларға да бір талаптары бар. Оларды заң шеңберінде осы процедураға қатысуға болады. Сондықтан президент қазір Аманат партиясының мүшесі емес, бірақ заңда ешқандай бір кедергілер жоқ. Енді 24 жылы келесі президенттік сайлау болу керек. Заң бойынша, ата заң бойынша. Енді көреміз қай процедураны қозғалады, қалай ұсынылады. Бірақ партияның атынан ол сайлауға түсе ме, әлде қоғамдық бірлестіктің атынан түсе ме, әлі белгісіз ғой, солай ма? Белгісіз, бірақ заң бойынша осы республикалық қоғамдық бірлестік ұсыну керек.
түсіну керек. Түсінікті. Енді мына бір ақпарат президенттің өзі жолдауда айтты. Қарапайым халыққа көңілінен шыққан бір мәселе деп айтуға болады. Президенттің туыстары жоғары лауазымды қызметтерде істеуге болмайды деген. Енді осы жерде анықтай кетейік, президенттің туыстарына кім жатады және қандай қызметтерде істеуге болмайды олар? Заң бойынша туыстарға бұл ата-анасы, балалары, немелері, ата-әжесі жатады. Сонымен қатар іні-сіңлілер, аға-інілер, апа-сіңлілер, сонымен қатар жұбайының да туыстары жатады. Олар жегаттар, олар жатады. Енді оларға қандай лауазымдарды кіруге болмайды. Бұл біз квазимемлекеттік сектор деп айтамыз. Бұл мемлекеттің қатысуымен құрылған бір ұжымдар, мысалы самұрық қазына сияқты, бәйтерек сияқты, соларға қатысуға болмайды. Басшылар ретінде, басшылыққа. Сонымен қатар басқа елдерде елшісі ретінде ол да лауазым елшілікке де жіберілмейді. Жіберілмейді елші ретінде. Ал қызметтер мысалы? Сол негізгі қызметтер мүмкін осы бап Конституцияда өзгергеннен кейін тағы басқа да нормалар қабылданады. Әлі өзгеруі мүмкін. Өйткені біз өткенде бір ақпарат бердік, мәлімет шықты. Президенттің туыстары бұдан кейін тіпті ауыл әкімі де бола алмайды деген. Енді көреміз, өйткені бұл сондай бір өте маңызды сұрақ. Негізі қалай, егер ауыл әкімі, ол сайланады ғой бізде қазір, осы жаңа заң бойынша. Сондықтан егер адамдар сайлайтын болса, көреміз енді қандай саяси практика қалай қалыптасады. Бірақ негізі осы Конституцияда болғандықтан, осы норма болғандықтан, басқа да заңдарға да әсер етуі мүмкін. Сондықтан бұл да норма қарастырылу керек. Әлі қарастырылады дейсіз ғой. Жақсы, түсінікті. Енді осы жерде парламенттің рөлін арттыруда маңызды шешімдердің бірі екені сөзсіз. Осы ретте мынандай бір сұрақ бар. Енді қазір осыдан кейін заңды мәжіліс қабылдайтын болды, солай ғой. Сенат тек мақұлдайды немесе мақұлдамайды деген сөз. Енді сұрақ осыны ашып түсіндіріп кетіңізші. Мысалы, Сенаттың ол заңды мәжіліс қабылдап қойды. Сенаттың мақұлдауға немесе мақұлдамауға да қақы бар ма? Әлде мақұлдау міндетті ма? Қалай болады ары қарай? Жоқ, ол да мақұлданады, мақұлданбайды деген құқығы бар Сенаттың. Бірақ кейін... Бірақ заң қабылданып қойды ғой, мәжіліс қабылданды, сосын ол президенттің қол қоюға жіберіледі, президентке заң. Кейін әрине президент осы Сенаттың шешіміне сәйкес оны ескере отырып, осы заңға, қабылданған заңға қол қояды. Сосын осы заң күшіне енеді. Немесе осы заңды, заң жобасын қайтара алады Конституция шеңберінде. Бірақ әрине қазір Сенаттың рөлі өзгеруде. Ол тек қана заң шығару процесіне емес, ол еліміздің түрлі аймақтардың, сосын түрлі этностардың өкілдері оған кіреді. Сондықтан Сенаттың рөлі басқаша болады. Өңірлерді дамытудағы рөлі артады дейсіз ғой? Оларды парламентте, ең жоғары заң шығарушы органда, олардың негізі мүдделерін қорғау. Сондықтан олар сол өкілеттер Сенатқа кіреді. Енді мәжілістің әрине рөлі тек заң шығарушы ретінде оның рөл күшейеді. Құзыреті артты деп айтыламыз ғой мәжілістің. Солай ғой? Жақсы, енді осы мәжілістегі болатын мынау жоғары аудиторлық палата деген бар. Болады деді, енді сол мәжілістің құрамына кіреді. Нақты ол немен айналысады? Жалпы есеп комитетінен оның айырмашылығы қандай болады? Қазіргі таңда есеп комитеті бұл тек президенттің алдында жауап береді. Оған бағынады, оның алдында есеп береді. Енді жоғары аудиторлық палата ол толықтай мәжіліске бағынады. Оған жылына 2 рет есеп береді. Оның төрағасы мәжіліспен қабылданады. Сондықтан мәжілістің осы негізі бұл жоғары аудиторлық палата бұл республикалық бюджеттің оның қалай атқарылуын соған бақылау жасайды. Өйткені түрлі бір бізде ұлттық жобалар бар, оларға қаржы бөлінеді, бұл қаржы қалай жұмсалады, қай жобаларға беріледі, соның бәрін бақылап жүреді. Әрине сол бақылаудың нәтижелерін кейін президент
президентке емес, тура мәжіліске есеп береді. Парламентке есеп береді. Демек, сол қаржының бәрін қадағалайтын мәжілістің өзі болып тұр ғой, былайша айтқанда. Солай деп қабылдасақ болады. Жақсы, енді мынау сайлау жүйесіне де келейікші. Жалпы өзгерістер көп. Мынау пропорционалды, мажоритарлы жүйе деген 70-те 30. Солай емес пе? Мынау енді 30% демек еш партияда еш жерде болмаса да мәжіліс депутаты бола алады деген сөз. Жалпы оларға қойылатын қандай да бір талаптар бар ма? Бізде конституцияға сай бір талаптар бар депутаттарға. Парламентке тек негізі екі палата бар ғой бізде, мәжіліс, сенат. Олардың талаптары, депутаттарға қойылатын талаптары басқаша. Мәжіліске 25 жасқа толған, жоғары білімі бар Қазақстан Республикасының азаматы, соңғы 10 жыл Қазақстанда тұрған азамат мәжілісінің депутаты бола алады. Егер сенаттың депутаты болғысы келсе, онда ол тек 30 жасқа толған азаматтар, сосын тағы әрине Қазақстан Республикасының азаматтары 5 жылдай жұмыс тәжірибесі болу керек, и сонымен қатар жоғары білім болу керек. Осындай талаптар депутаттар. Жоқ, енді бұған дейін сондай талаптар болды ғой, жаңағы партиялық жүйемен сайланған кезде, ал енді жаңағы мажоритарлық жүйе болған кезде, жеке адам, мысалы мен өзім журналист болып, жаңағы мәжіліске сайлауға қатыса аламын ба, әлде бір қандай да бір талаптар бар ма? 5 жыл мемлекеттік қызметте істеу керек деген сияқты, немесе бір белгілі дәрежеде бір... Жоқ, ондай жоқ. Сол, бұл жалпы бір талаптар. Олар енді мәжілістің негізгі осы бүкіл парламенттің құрылу жүйесі өзгертіледі. Біз енді партиясының мүшесі болу міндетті емес. Енді біз өзіңіз де бола аласыз. Әрине осы өзіңіздің нақты сайланатын округта тұру керексіз. Сол жерде үгіт насихат жүргізіп, азаматтар сізге дауыс бере алады. Сондықтан әрине бұл азаматтардың сайлану құқығы. Талап бір болады. Партияның атынан түс, жеке түс талап бір дей ғой. Солай ма? Иә. Түсінікті. Енді мынау осыған байланысты императивті мандатқа көшу мәселесі де бізде айтылды. Түсінгенімізше, егер депутат, жеке өз атынан түскен, берген бір уәдесін орындай алмаса, оның депутаттық мандатын қайтарып алуға болады деп айтылды. Осы процесс жалпы қалай жүзеге асады? Ол депутаттың мандатын кім қайтарып алады, қалай қайтарып алады? Негізі бұл тек мажоритарлық жүйесі арқылы сайланған депутаттарға жатады. Бұл әрине бір нақты аймақтан сайланады. Сондықтан оның ішінде бір депутат қана емес, бірнеше кандидаттар болуы мүмкін да. Сондықтан осы кандидаттың, сайланған кандидаттың бір пайызы болады. Мүмкін бір көбі болады ма, или 50%-дан көбірек болады ма. Сондықтан бұл процедура негізі әрі қарай осы норма қабылданғаннан кейін ғана қарастырылады. Өйткені бұл сұрақ өте маңызды. Депутаттар, мәжілістің депутаттары бұл әкімшілік мемлекеттік қызметкерлеріне жатпайды, олар саяси мемлекеттік қызметкерлер. Сондықтан оларға қойылатын талаптар бұл басқаша. Негізі олар тіпті де бір мәнді түрде қойылатын талаптар жоқ оларға. Өйткені депутат енді азаматтармен сайланады ғой, оның бэкграунды түрлі болуы мүмкін. Соны сұрап отырған болса ғой, қызық депутаттық мандатын қалай кім қайтарып алады деп, оның егер уәдесін орындамаса. Бұл процедура енді қарастырылады, кейін қабылданады, бірақ қазіргі таңда әрине сарапшылармен бірге, саясаттанушылармен бірге олар бәрі қатысып, сол модельді табу керек. Талқылан өтіп бар, модель табылады. Түсінікті. Енді мынау осы мәслихат депутаттарын сайлау жалпы қалай жүзеге асады? Сол туралы айтсаңыз, біз енді мәжіліс пен сенатта айтып отырмыз ғой. Мәслихат депутаттарына қатысты қандай өзгерістер болады? Ол қалай болады сайлау жүйесі? Соны айтсаңыз түсіндіріңіз. Сол сайлау жүйесі енді егер мәжілісте бір 70% партия тізімдермен қабылдасақ, 30-ын мажоритарлы, мәслихаттарда бұл жартылай. Әрине облыс мәслихаттарымен республикалық маңызды. 50%, 50-50. 50% пропорционалды, 50% мажоритар. Сосын негізі мәслихаттың рөлі де өзгереді. Өйткені енді бұрынғы мәслихаттың басшысы хатшы деп аталатын,
енді мәслихаттың басшысы төраға деп аталады. Негізі оның рөлі өзгереді, депутаттарға бір олардың жұмысын реттеп, оның жұмысына әсер ететін. Сондықтан мәслихат сонымен қатар бұл негізі мемлекеттік басқару жүйесінің элемент емес, бұл азаматтардың өз-өзін басқару институты. Сондықтан ол сол жағынан азаматтардың әсері, оның аймақтардағы атқарушы органдарға әсері сосын әрине жергілікті бюджеттің қалай жұмсалуына оған бақылау жасап, соларға бәріне міндеті болады. Әрине оның жауапкершілігі артады. Демек, хатшысы қазір ол төраға болып ресми түрде ауысады, мәслихаттың төрағасы болады. Жаңағы өзін-өзі басқару жүйесін жетілдіру үшін өңір-өңірдің проблемасын қарап, сол жақтың мәселесі шешеді, солай ғой. Ал енді мына бұрын бізде білеміз, бір партияның мысалы аманатталатын болсақ, жергілікті аудан болсын, облыс болсын, қала болсын, соның басшысы сол партияның міндетті түрде жаңағы сол филиалдағы өкілі болады, басшысы болады. Қазір ол олай емес қой? Өзгерді ма сонда? Негізі қазір әкімдердің қазір таңда әрине олар сол лауазымға ие, бірақ осы өзгерістер қабылдағаннан кейін әкімдер саяси партияның филиалында ешқандай бір лауазым алуға болмайды. Өйткені олар кейін мәслихатқа, оның шешімдеріне әсер ете алады партия арқылы. Сондықтан бұл механизм енді бір жойылады. Сондықтан әрине бір мәслихаттың оларға бір партия жағынан әсерін азайтуға бір осындай соған бағытталған бір реформа. Ал мына енді президенттің аудан әкімдерін мысалы сайлайтын кезде ұсынатын кандидатурасы. Сол туралы айтыңызшы, екі кандидат ұсына ма, қалай болады жалпы? Оны мәслихат сайлай ма? Қалай жүзеге асады? Қазір негізі облыс әкімдері және үш қаланың әкімдері, президент бұл әкімнің екі кандидатурасын ұсынады, бірақ оны сайлайтын мәслихат. Қазіргі таңда бұл оларға бұл кандидатуралар... Бұл аудан әкіміне қатысты мәселе ма? Аудан әкімін сайлауға қатысты? Жоқ, облыс және үш қалалардың әкімдері. Бұрын тек облыс мәслихатты қарастырған, оған мақұл берген. Бірақ енді бүкіл облыста, басқа да аймақтарда істейтін мәслихаттар бәрі оған қатысады. Сондықтан тек осы қалада ғана емес, басқа да аймақтардан келіп мәслихат депутаттары сол кандидатураны сайлайды. Бұл тура дауыс беру арқылы емес, ауылдарда сияқты. Жанама дауыс беру. Жанама дауыс беріп, бұл практика негізі ақш-та қолданылады. ақш-тың президенті ол азаматтармен сайланбайды, ол сайлаушылары бар. Сол жүйе сияқты бізде де облыс әкімдері. Түсінікті. Енді Ермек мырза, мынау тағы бір мәселе, қазір көпшілік айтылды ғой, жолдауда да айтылды, партия құруға байланысты мәселе. Бұдан бұрын 40 мың адамнан 20 мыңға түскен, енді 20 мың адамнан 5 мың адамға түсірді шекті мөлшерде. Енді қазір ел ойлайды, енді 5 мың адам жинасақ, өйткені әлеуметтік желіде миллиондағанда жазылған оқырмандар бар, адамдар бар, 5 мың адам жинасақ, біз партия құрамыз, саяси партия құруға болады деп. Расында солай ма? Жалпы оның басқа да бір қандай да бір талаптар болу керек қой негізі партия құрудың? Талаптар бар. Біріншіден айтуымыз керек, бұл бөлек сайлау туралы, саяси партиялар туралы бөлек заң бар. Әрине, осы талап 5 мың мүшесі болу керек деген бұл инициатива президенттің бастамасы әлі жүзеге аспаған. Осы конституция қабылданғаннан кейін ғана біз жүзеге асыра аламыз. Бұл референдумға кірмейді конституцияға, бұл сұрақ бөлек сайлау туралы заңға да болады. Солай ғой? Кейін ғана қабылданады. Қазіргі таңда, егер сіз саяси партияны мемлекеттік тіркеуден өтетін болам десеңіз, 20 мың мүшені жинау керексіз. Бірақ президенттің бастамасы бұл 20 мыңнан 5 мыңға дейін. Бұрынғы енді бұл 4 есе аз адам, оны жинау өте негізі оңай болуы мүмкін. Сонымен қатар тағы
инициативті топ болу керек, саяси партияны құрайтын. Оның қазіргі таңда 1000 адам керек. Бұл топтың саны президенттің бастамасына сай 700 адамға азаяды. Сонымен қатар әр облыста саяси партияның өкілдігі болу керек. Егер қазіргі таңда 600 болса, минимум 600 адам болу керек осы филиалда. Енді өзгерістерден кейін 200 адам ғана минимум болу керек. Сондықтан әрине жаңа саяси партияларды құрастыруға жаңа мүмкіндіктер беріледі. Әрине бұл реформа негізі бұрынғы, егер біз партияларды іріктеп парламентке кіргізіп, олардың ірі партиялар болып, көп адамдарды жинап, көп дауыстарды жинап, осындай мақсаттары болса, енді осы партияларға талаптарды азайтып, негізі қоғамдағы және сонымен қатар парламенттегі плюрализмді дамытуға бағытталған бір реформа. Жақсы түсінікті. Ермек мырза, тағы бір соңғы мәселені айтса кетсек. Біз халықты референдумға шақырып жатырмыз. Жалпы енді өзгерісті қалаған адам референдумға барады. Өзіңіз айттыңыз, жаңа екі-ақ мәселе бар, иә немесе жоқ деген. Енді әркімнің өз таңдауы, референдумға шақырамыз. Жалпы референдумнан кейін мәселе қалай болады? Ол жаңағы заң жобалары мәжіліске бара ма? Ол қай уақытта қабылданады? Оған жобамен президенттің қол қоятын уақыты қашан? Сол уақыт жағын айтсаңыз. Жалпы қашан бітеді бұл процесс? Бізде референдум туралы нақты конституциялық заң бар. Сол заң бойынша референдумның шешімі бұл ең жоғары бір шешім болып қабылданады. Сондықтан референдумның нәтижелері бұл конституцияның өзгеруіне оның себебі негізі бола алады. Референдум нәтижелері оларға президенттің жарлығы немесе парламенттің бір шешімі керек емес негізі. Өйткені референдум өз-өзімен оның шешімі ең жоғары заң шығарушы іс-әрекет. Демек, референдумға барып иә деген көп дауыс жинаса, президенттігіне оған қол қоюдың керек жоқ, парламент мәжіліске де барып мақұлдаған керек жоқ. Референдум қабылданды деген сөз. Конституция өзгереді. Солай ғой? Жақсы, түсінікті. Әңгімеңізге рахмет. Құрметті көрермен, бүгін біздің студияда қонақта болған Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты саяси зерттеулер бөлімінің меңгерушісі Ермек Тоқтаров. Сау болыңыздар.